Заман қарыштап дамыған сайын Алланың адамзат баласына жазған хаты, қасиетті Құран кәрімнің ғажайып сырлары ашылуда. Осыдан 1400 жыл бұрын Құранда аталып кеткен құбылыстар енді ғана жаңалық болып жарыққа шығып жатыр. Мұның барлығы Алладан келген әрбір аяттың және ислам дінінің хақ дін екендігін айқындай түспек. Дәл қазір осындай бір таңғажайып хабардың сырына үңіліп көрелік. Көз жеткізуіңіз үшін сізден сұрарымыз, ең алдымен жүрегіңізбен осында болыңыз. Және видеороликті көрумен қатар дәретті қалпыңызда қолыңызда Құранның қазақша мағынасын алыңыз. Қасиетті Құранда 53-ші сүре Нәжім деп аталады. Араб тілінен аударғанда жұлдыз деген мағынаны білдіреді. Аталмыш сүре батып бара жатқан жұлдыздарға серт етумен басталады. Осы сүренің 49-шы аятын қараңыз. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. Шындығында ол Ши'раның Раббы деп келеді. Ежелгі халықтар бұл жұлдызға табынғандықтан Алла Тағала тіпті сол өздері Құдайға санаған жұлдыздың өзі Раббымыздың құзырында екендігін көрсеткен. Аят түскен уақытта мұның мағынасы толық ашылмаған. Алланың қалауымен бұл құпияны ашу тек 20-шы ғасырдың еншісіне бұйырды. Сонымен Ши'ра деген не? Сіз айналаны қараңғылық басып, аспан әлеміне жымыңдап жұлдыздар шыққан уақытты тамашалап көріп пе едіңіз? Түннің сұлулығы Алланың бізге берген тағы бір нығметі. Тыныштық уақыты жалғыз қалып, Алланың жаратылыстары жайлы ойланатын уақыт десек болады. Аспан әлеміне ерекше көрік беріп тұрған ең жарық нұрлы жұлдыз Сириус, қазақ тілінде сүмбіле деп аталады. Жоғарғы аятта аталған Ши'ра осы сүмбіле жұлдызы. Дін мен дәстүрді көркем біріктірген қазақ халқы да 8-ші айды сүмбіле деп атап, оны 3-ке бөліп есептеген. Жұлдыздың тууына қарап, ауа райының қандай болатындығын болжаған. Таңқаларлығы, Құранда тек бір ғана жұлдыздың, яғни Сириустың аты аталған. Сириус жұлдызын ұзақ уақыт бойы бақылаған астрономдар үлкен ит шоқ жұлдызына жататын түнгі аспанның ең жарық жұлдызының қозғалуында ауытқушылық барын байқайды. Зерттей келе Сириустың қозғалу траекториясын есептейді. Кейіннен ең күшті телескоп арқылы керемет жаңалық ашады. Шындығына келгенде Сириус тек бір ғана емес, 2 жұлдыздан тұратын жұп жұлдыз екен. Сириустың жұбын қарапайым көзбен көру мүмкін емес. Сириус 2 жұптан, Сириус А және Сириус Б-дан тұрады. Сириус А күннен 3 есе үлкен болуымен қатар жерге жақын, және ол күннен 10 есе артық жарқырайды. Дәл осы жұлдызды біз аспаннан жарқыраған күйде көреміз. Ал Сириус Б ақ кішкене жұлдыз. Оның салмағы күнмен бірдей, ал өлшемі жерден 4 есе үлкенірек. Жұп жұлдыз бір-біріне кәдімгі жебенің жолындай қозғалыста болады. Біздегі уақытпен санағанда жұп жұлдыз бір-біріне максималды және дәлме-дәл қашықтықта 49-да 9 жылда жақындайды. Бұл ғылыми есептеулер Гарвард, Оттава, Лейчестер секілді танымал зертханалардың астрономдарымен зерттелген. Кейбір дерек көздерде бұл былай сипатталады. Ең жарық жұлдыз Сириус, жұп жұлдыз. Олардың айналуы 49,9-ды құрайды. Жұп жұлдыз Сириус бір-бірімен садақтың өсіндей,
садақтың екі басы, яғни доғал бейнеде қозғалады. Енді мынаған қараңыз. Нәжім сүресінің 9 аятында: فكان قاب قوسين أو أدنى. Тіпті садақтың екі басындай, әлде де жақынырақ делінген. Кейбір ғалымдар бұл аят Сириус жұлдызының қозғалысы туралы айтылған деп, егерде аяттың мағыналары бойынша, яғни 49 және 9 аятты қатар қоятын болсақ, онда Сириустың бір-бірімен жолығу мерзімі шығады деп келтіріледі. Ал кейбір тәпсіршілер Нәжім сүресінің 9 аятында пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассаламның Жәбірейіл алейхиссаламмен уахи алып кездескендегі ара қашықтығы деп есептейді. Яғни олардың арасы садақтың екі басындай қашықтықта болған дейді. Ақиқат Аллаға мәлім. Қайткен жағдайда да Құранның адамзат баласына берері, үйретері көп. Құранға тереңінен үңілер болсақ, талай ақиқатқа көзімізді жеткізеріміз анық. Алла бізге Құрандағы терең түсінікті және тауфиқты нәсіп еткей.